Маңғыстау өңіріндегі экологиялық ахуалы ушыққан аумақтарды залалсыздандыру үшін 25 миллиард теңге қажет. Өңірге жұмыс сапарымен барған қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Қапаров бұл мәселені қадағалауына алатынын жеткізді. Және Ақтау қаласына іргелес Қошқар-Ата көлінде жатқан қоршаған ортаға зияны бар улы заттарды залалсыздандырудың жолын қарастырды. Сапар барысында көтерілген осы және өзге де мәселелер жөнінде толығырақ келесі бейнематериалда. Осыдан жарты ғасыр бұрын Кеңес одағы тұсында Қошқар-Ата көліне 105 миллион тонна көлемде химиялық зиянды қалдықтар тасталған. Содан бері жергілікті халық бұл жерді улы көл деп атап кеткен. Оның жалпы аумағы 77 шаршы шақырым жер. Білікті мамандар кезінде бұл жерді қоршаған ортаға қауіпті деп тапқан соң 65 гектар аумағы толығымен залалсыздандырылған, ал қалғаны қаржы тапшылығына байланысты тоқтап қалған. Осы күзге дейін отты қалдықтар көмілген Қошқар-Ата қалдық қоймасының ең қауіпті деген жерлері ғана залалсыздандырылып келді. Енді қалған 55 квадрат километрден астам бөлігін толықтай жауып шығу үшін оның техникалық, экономикалық негіздеме жасалып бітті. Бұны залалсыздандырудың жолы, оны жалпы қалыңдығы мынау 30 сантиметрлік жергілікті топырақпен жабу. Бұл әлемдегі ең сыналған әдіс. Сол топырақтың өзімен жауып тастайды, содан бері жіберіп тұр, сол күйінде мәңгі қалады топырақ қалсын. Жалпы бұл аумақты толығымен залалсыздандыру үшін 25 миллиард теңге қаражат қажет. Бұл өткір мәселеге қоршаған ортаны қорғау министрі бейжай қарамайтындығын айтып, жобаны үкіметке ұсынатынын жеткізді. Бұдан әрі министр Жаңаөзенде құрылысы басталған кәріздік тазалау жүйесінің жұмысымен танысты. Жалпы Ақтау және Жаңаөзенде салынып жатқан қос нысанға ел қазынасынан 3,5 миллиард теңге бөлінген. Сол жобаларды бітіру үшін тағы да қаражат керек. Ақтау қаласына 1 миллиард, Өзен қаласына 600 миллиондай ақша керек. Сондықтан сол мәселелерді бюджеттік комиссияға кіргіздік. Сондықтан осы биыл шешеміз деп сонда жоспарымыз бар. Бүгінде сонымен қатар Жаңаөзенде тұрмыстық қатты қалдықтарды кәдеге жарату комбинатының құрылысы да басталды. Өндіріс іске қосылған соң соңғы үлгідегі технологияның көмегімен қоқысты өңдеп, бұдан тұрмысқа қажетті пластикалық құтылар мен құбырлар шығаруға қауқарлы кешенге айналмақ. Сапар қорытындысы экологиялық проблемалары мен жасыл энергетика жобалары таныстырылған жиынмен аяқталды. Бақытжан Сатылханұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, 24 KZ.